Сәлеметсіздер ме достар? Бірге ең дәмді, нәзік, классикалық Нью-Йорк чизкейкін дайындайық. Чизкейктің негізі үшін қалаған печеньеңізді алып, жақсылап ұнтақтаңыз. Печеньені өзіңіз де пісірсеңіз болады. Оның рецебін осы видеоның описаниесіне жаздым. Ұнтақталған печеньеге 60 грамм сары май мен 3 ас қасық сүтті қосып араластырамыз. Енді жақсылап фольгамен оралған диаметрі 20 см формаға чизкейктің негізін салып, стаканның көмегімен тегістейміз. Сүзбелі массамызды дайындағанша чизкейктің негізін тоңазытқышқа қоямыз. Сүзбелі ірімшікке қантты қосып, венчикпен араластырамыз. Чизкейкті осылай миксерсіз ақырындап венчикпен араластырған абзал. Сүзбелі массаға қаймақты қосып араластырамыз. Кейін майлылығы 33%-дан жоғары болатын кілекейді қосамыз. 3 жұмыртқаны біртіндеп қосып араластырамыз. Содан соң 2 ас қасық лимон шырынын және қалауыңыз бойынша ванильді қантты қоссаңыз болады. Соңында 3 ас қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Сүзбелі масса осылай оңай әрі тез дайындалады. Тоңазытқыштан алдында жасаған негізді шығарып, оның үстіне осы сүзбелі массамызды құямыз. Чизкейк дұрыс пісу үшін протеинге су моншасын жасап, яғни қайнаған суды құйып, 180 градуста қызған пеште 30 минут, кейін 150 градуста тағы 30-50 минут пісіреміз. Дайын чизкейктің ортасы осылай біраз қозғалып тұрады. Чизкейкті суытып, тоңазытқышқа кем дегенде 6 сағатқа қоямыз. Мен үшін бұл ең оңай әрі өте дәмді тәттілердің бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Назерке, астарыңыз дәмді болсын.